Сәлем, қымбатты тыңдарман. Арнама қош келдіңіз. Бүгін сізге қазақ даласына тән үш қасиетті жануар, жылқы, сиыр және қой туралы ғажайып ұзақ ертек айтамын. Бұл ертегінің бас кейіпкері батыл әрі жүрегі таза қыз Майра. Ендеше шайыңызды алып, жайғасып тыңдаңыз. Ал егер келесі ертегілерді де жіберіп алғыңыз келмесе, арнаға жазылып қойыңыз. Майра мен үш жануар. Баяғыда. Ұлан байтақ қазақ даласында Майра деген қыз өмір сүріпті. Майра жай ғана қыз емес, табиғатпен сөйлесе алатын, жануарлардың тілін ұғатын ерекше жан екен. Майраның ауылында үш жануар ерекше құрметтелетін. Жылқы еркіндіктің иесі. Сиыр берекенің нышаны. Қой сабыр мен байлықтың белгісі. Бір күні ауылға үлкен қиындық төнеді. Жер қурап, шөп шықпай қалады. Ауылдың малы азып-тозып, ел ішін уайым басады. Майра болса түнде түс көреді. Түсінде ақ жылқы, көк сиыр және алтын жүнді қой сөйлеп: Майра, сен бізді ғана емес, бүкіл ауылды құтқара аласың. Бірақ ол үшін сен елсізде жатқан тылсым бұлаққа барып, ондағы үш тасты сабыр, береке, тасты албай, дейді. Майра еш ойланбастан жолға шығады. Ол ұзақ жол жүреді, күн өтеді, жаңбыр жауады, боран соғады. Бірде жолда аш қасқырлар кездеседі, бірде алыс ауылда тұратын кәрі әже көмектеседі. Майраның жанында әрқашан үш жануардың бейнесі рух болып жүреді. Ақыры тылсым бұлаққа жетіп үш тасты тауып алады. Бірақ оларды көтеру оңай емес, әр тас жүректің қасиетін қажет етеді. Сабыр тасы ұзақ күтіп жыласа да шыдай алатынға беріледі. Береке тасы бәрімен бөлісетінге бұйырады. Бостандық тасы шын еркін жүрекке ғана келеді. Майра осы үш сынақтан мүдірмей өтеді. Ауылға оралғанда шөп қайта өсіп, мал қайта көбейеді. Майраның ерлігі ел ішінде аңызға айналады. Жылқы бұрынғыдай көсіліп шабады, сиыр жайылып сүтін береді, қойлар тыныштықтың белгісіндей маң-маң басады. Құрметті тыңдарман, егер осы ертегі жүрегіңізге жетсе, арнаға жазылып, келесі ғажайып хикаяларды жіберіп алмаңыз. Майра секілді сен де табиғатпен үйлесіп өмір сүре аласың.